Oğalayot, tыңдаңыздар, tыңдаңыздар. Қанжарлығын tыңдаңыздар. Ақпанның 26-сынан бастап апталық қазақ тілі мен әдебиет пәнінен таза, терең, өткір, күшті, кең тілім апталық өтіледі. Сол апталыққа барлық ұстаздар мен оқушылар қатыссын. Апталықтың бірінші күні Алдар ауылына саяхат, екінші күні Бишишендер ауылы, үшінші күні Абай ауылына саяхат, төртінші күні Мағжан ауылы. Жұма күні алғыс айту күні мерекесі тойлансын. Осы жарлықтың орындалуын мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиет пән бірлестік жетекшісі Рыскүл Сидахметоваға жүктелсін. Орындалмаған жағдайда бірлестік жетекшісінің бас алынады. Орындалмаса менің басым кетеді ау. Естесем екен енді, Қазақ тілінде, ғажап тілінде, атым озған азат күнімде. Ана тілін білмегенімде, өз өзіңді қазақ күнде, қазақты бірге, қазақтығын қазақ тілінде, ғажап дінінде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адамның тілі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Мейлі қазақ патша отырсын, патша отырсын, ханшайымдар қатса отырсын. Өз тіліңді құрметтемесең, жеріне бабаларыңа дашман тұрсын. Қазақ болсаң тілің кеудеңде патшалық тұрсын. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адамның тілі. Қазақ тілі әкемнің